Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, назарларыңызда аңсаған сәби бағдарламасы және сіздермен бірге мен Аяулым Берікболқызы. Бүгін жасанды ұрықтандыру әдісі арқылы жалғыз басты әйелдердің сәби сүю мәселесін қарастырамыз. Студия қонақтарымен сіздерді таныстырып өтейін. Білікті психолог маманымыз Назгүл Рүстемқызы және эко жасауды жоспарлап жүрген Ғазиза ханым. Қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Уақытым өтіп кете ме деп қорқамын. Бұл енді біздің менталитет. Жұрт не дейді, ел не дейді дегендей. Әйел адам қашан толыққанды 100% әйел болады. Ол балалы болған кезде ғана 100% әйел болады деп түсінемін. Ғазиза Қали 30-дан асқан әлі тұрмыс құрмаған келіншек. Жасанды ұрықтандыру әдісі арқылы сәби сүйгісі келеді. Осы орайда студияға келіп, білікті мамандардың пікірін білуді жөн көріп отыр. Ғазиза ханым, не себептен эконы қалап, соны жоспарлап жүрсіз? Сәлеметсіздер ме, армысыздар? Өткені 32 жасқа толып, биыл енді 33 жасқа өтіп жатырмын. Сол себептен өзім жасым келді деп ойлаймын. Тууға, яғни жасым келді деп ойлаймын. Көптен бері өзіме адал жар іздеуге тырыстым. Қаншама жігіттермен таныстым. Көшеде болсын, туған туысқандарымда қанша рет таныстырды. Бірақ ештеңе шықпады, өкінішке орай. Сол уақытым өтіп кете ме деп қорқамын. Бала сүйгім келеді. Бүкіл құрбыларым үйленіп қойған, тұрмыс құрып қойған, 2-3-4 бала шағасы бар. Соларға қарап, қызығып, өзімде бала сүйгім келеді, сәби сүйгім келеді. Анам көптен бері рұқсат бермей жүріп, жақын арада рұқсатын беріп, батасын беріп, сол енді эко жасатуға жоспарым бар. Енді мүмкін қазір әкемді де сұрап қалу мүмкін сіздер. Әкем өкінішке орай өмірден өткен, бірақ ол да әрқашанда менің өзімнің жеке шешіміме қарсы шықпаған адам. Ғазиза қызым қалай шешсе де, не деп шешсе де, оныкі әрдайым дұрыс деп, мен әрдайым қолдап жүретін. Сол себептен қазірде мүмкін тірі болғанда да қазірде қолдап жүретін еді деп ойлаймын. Ал болашақ баланың тек қана анасы емес, әкесі де болу керек қой. Оған қалай қарайсыз? Әрине, мен бұл жағын ойластырдыңыз ба? Әрине ойластырдық. Әсіресе бізде қазақ менталитетінде, мен өзім Шымкенттің қызымын, Шымкенттің тумасымын. Бізде әсіресе бұл ойбай, ұят деген нәрселер болады. Туысқандардың арасында өсек сыбыстар болады. Бұның барлығына мен дайынмын. Төтеп беруге психологиялық тұрғыдан да бар жағынан дайынмын. Физикалық, моральдық тұрғыдан, материалдық тұрғыдан еш жақтан мен қорықпаймын, өз-өзіме 1000% сенімдімін. Қазіргі таңда кездестірмедім дейсіз, жарыңызды, екінші жартыңызды дейік. Қазір сонда эко арқылы жоспарласаңыз, соғұрлым тез ана боламын деп ойлайсыз, Әрине, өткен үмітімді үздім, жігіттерден, ер кісілерден. Атам қанша айтатын, мына жігітті көр деп, нағашы атам, нағашы әжем, мына жігітті көр деп таныстырып, қанша рет таныстырды, университетті бітіре салысымен қанша рет таныстырды, білмеймін, болмады. Мінезім жараспайды, мүмкін менің мінезімнен бірдеңкелер бар, сол енді ойлаймды, қашанға дейін менің мінезіммен жарасатын жар, ер өзіме кездестіремін деп сөйтіп жүріп, 50-60-қа дейін келіп қалу мүмкін, ол кезде туалмай қалам, Құдай сақтасын. Сол үшін уақытымды дұрыс пайдалану керекпін. Қазір сол репродуктивті жаста болғанымда неге тумасқа, енді эко арқылы болса да, қалай болса да бала сүйгім келеді ғой. Әрбір ана, әрбір әйел кісі, яғни ана болуға лайықты, ана болуға тиіс деп ойлаймын. Не үшін біз бұл өмірге жалпы келдік, дұрыс па? Ары қарай өзіміздің ұрпағымызды жалғастыру үшін келдік дейміз. Мысалға мен әйел адамды, мысалы child free деген ұғымды мүлдем түсінбеймін. Мысалы әйел адам қашан толыққанды 100% әйел болады? Ол балалы болған кезде ғана 100% әйел болады деп түсінемін. Мәселе ол тұрмыс құрды ма, тұрмыс құрмады ма? Жоқ, оның бұл дүниеге келгендегі миссиясы неде?
неде деп ойлайсыз? Әйел болды, ана болу да дұрыс қой. Иә, бірақ бала дүниеге келгеннен кейін екі ата-анасы, яғни толыққанды жанұядан шыққан бала соғұрлым бақытты болады деп айтады. Сол жөнінде Назгүл ханым айтсаңыз, психологиялық жағынан болашағы қандай болады баланың? Осы бәрі қызықтырады ғой. Сол, мен қазір әңгімесін тыңдап отырмын, Ғазиза мұқият. Бірінші сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отырды. Дұрыс, ер азамат кездеспеді деп отырсыз. Мүмкін сол мәселені шешкіңіз келген жоқ па? Бірден экоға жүгірмей, мысалға психологқа барып, сол мәселені шешкіңіз келген жоқ па? Қалай шешпедік? Айтып жатырмын ғой, мен өзім шешуге де тырыстым. Ата-ана, туған туысқан. Өйткені бір себеп бар шығар. Иә, әр нәрсенің өзінің себебі бар, салдары бар бұл өмірде. Басқалар мысалға таныса салып, қосылып, отау құрып, бала сүйіп атады. Кейбіреулер қиналады. Қиналғандықтан, яғни бұл жерде бір гәп бар, бұл жерде бір проблема бар деген сөз. Соны өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, туыстарыңыз көмектесіп жатыр, шеше алмасаңыздар, неге психологқа жүгініп көрмеске? Соны ойлаған жоқсыз? Сізге барып психологиялық көмек алу керек қой. Мүмкін ол да бар шығар. Бұл жай енді сіз әңгімелеп айтып отқандағы туған сұрағым ғой. Негізі қазір дәрігер қойған сұраққа жауап берейін. Сіз ойланып көріңіз, мүмкін осы хабардан кейін мүмкін асығыс шешім қабылдап отырсыз. Мүмкін ең бірінші сонымен жұмыс істеу керек шығар. Кейін барып өз жарыңызды тапқан соң барып бірге жоспарлап экоға келесіз бе, өздеріңіз туасыздар. Жоқ, жармен қосылып, жаңағы ер кісімен бірге толыққанды отбасы болған өте күшті, өте керемет, мен барлығын түсінемін. Бірақ енді өзім университет бітіргеннен бастап 22 жасымнан, яғни 10 жыл бұрын осылай бастадым, мақсат қойдым, тұрмысқа шығу керекпін. Барлық айналадағы құрбыларым тұрмысқа шыға бастағаннан кейін мен жаңа дружка болдым, 3-4-5 рет дружка болдым. Содан кейін енді қараймын, олардың бала шағалары өсіп жатыр, мектепке барып жатыр. Білесіздер ме, бастауыш сыныпты бітіріп жатыр уже. Енді ұят қой енді. Осындай 32-33-те, мысалы, қазір де сыбыстар болады, значит, қыз не то деген сияқты. Яғни ер кісімен тусаң да, ер кісімен тумасаң да, так өсектер сыбыстар жүреді, өз-өзіне туып алсаң да өсектер сыбыстар жүреді, дұрыс па? Сөзіңізді бөлсем, сіз сәбилі болғыңыз келеді ұят үшін ба? Ұят болады дейсіз, или өзіңіз шынымен қалап? Шынымен өзім қалаймын. Сәбилерді, жалпы жан жануарларды жалпы өте қатты жақсы көретін адаммын. Біздің де сол психологиялық кеңестерде, тренингтерде бірінші қоятын сұрақ сол. Сізде де сұраймыз, сізге бала керек, әлде баланы қалайсыз ба? Психологиялық тренингтерге жүректен шыққан тілеуіңіз ба, қалауыңыз ба, әлде ойдан шыққан нәрсе ма, керек, қажет деген сөздермен біз кішкене сөздің арасында айтып қалдыңыз ба? Ұят болады. Туысқандар айтады. Жалпы айтам да, өзіме тусам да, күйеуге шығып ажырасып тусам да, тумасам да, былай да 3 категорияны алсақ та, 3 проблеманы алсақ та, тақырыпты алсақ та, үшеуі де проблематичный, бәрібір өсек болады, сыбыстар болады. Мен ол өсектер сыбыстарды не істеймін деймін да, айналадағы. Так жаман атты болып тұрмын ғой. Лучше өз-өзіме бала туып, жалғыз басты әйел болып, солай жаман атты бола салмайын ба деймін да. Сонда Назгүл ханым, 30-дан асқан қыз келіншектеріміз егер сәбилі бола алмаса, сонда бүкіл дүние жүзіне жаман атты бола ма? Әрине жоқ. Қалай сіздің психологиясын түсініп тұрсыз ғой? Бұл енді біздің менталитет. Жұрт не дейді, ел не дейді дегенде. Әсіресе оңтүстікте, бізде Шымкентте. Ондай емделушілер көп келіп жатады. Олармен сол тренингте жұмыс жасаймыз, сосын жеке қабылдауға келеді. Сыртқы пікірден, сыннан, сосын салыстырудан арылуға үйретеміз. Өйткені негізі ол сіздің өміріңіз, әр адамның өз өмірі өз қолында, өз үшін өмір сүреді. Біреу үшін өмір сүрмеу керек. Жаңа сіз айтып отырсыз. Сіз өзіңізді бақытты сезіну үшін сәбилі болғыңыз келеді ме? Жоқ, басқа біреудің сөзіне еліктеп, немесе жолдастарыңыздың сәбилі болып жүргені сізге кішкене көңіліңізді түсіре ме? Сол жағы
Назгүл ханым. Сонда енді өзіңіз психолог маман ретінде сіз Ғазиза ханымның қандайда бір жанына бататын бір проблемасы бар деп ойлайсыз ба? Енді басында сұрағаным сол ғой, жар табылмаған соң әрине адам баласының жаратылысы сол. Егер ол қалаған нәрсесіне тез қол жеткізсе, бұл жақта ешқандай проблема жоқ деген сөз. Мысалға, оқу аяқтағыңыз келді, аяқтадыңыз, машина мінгіңіз келді, міндіңіз, қалаған жұмысыңызды тауып жұмыс істеп жатсыз, өміріңізге басқа саласына риза болсаңыз, ол жағында ешқандай проблема жоқ деген сөз. Ешқандай теріс ой, бір түсініксіз мәселе жоқ, қана қазбалап талдауды талап етеді. Жарыңызды таппаған соң, әрине ол жақта кішкене жұмыс істеу керек деген сөз. Тұпсада бір маңызды бір мәселе жасырылып тұр деген сөз. Сол жағына көп көңіл бөлгім, енді сіздің көңіліңіз сол жаққа бөлгім келіп тұрды. Сондықтан менің ойымша сізге жақсылап тұрып кеңес беруіңіз керек сияқты. Жеке кеңес беруіңіз керек бе? Бірге жұмыс істесек деген сондай ұсыныс бар да. Өйткені мүмкін бүгіннен бастап мүлдем қазір енді бәріне өзім дайынмын, баланы бағып алам да, туып алам да, көтерем де деп отырсыз. Бәрі оңай сияқты, бірақ өмірде олай емес. Қиыншылық бұнымен бітпейді ау деп енді мамандарымыз сізге кеңесін беріп жатыр ғой. Мен ойымша мәселені жетік түсіну үшін осылай экомен болсын, экосыз болсын, жалғыз басты әйелдермен сізге сөйлесіп көру керек. Олардың өмірін көріңіз, оқисыз ба? Сөйлесеміз ғой, әрине. Менде бар құрбыларым тұрмысқа шығып, ажырасып кеткен, тоже жаман қатын болып қалды. Бүкіл айналада өмірлері қалай, олардың қиындықтары қандай, солармен сөйлесіп көрсеңіз. Материалдық жағдайларынан, әсіресе сол материалдық жағдай көбінесе қиындықты келтіреді. Бірақ қандай моральдық тұрғыдан қайта жақсы дейді. Сол еркісіз өмір сүрген қайта жақсы, соның ата-анасыз, соны ата-енесіз қайта осылай жақсы дейді. Құлағым тыныш, балам да бақытты дейді. Қашан бала бақытты, ол анасы бақытты болған кезде дейді. Тек қана материальная подушка безопасности болса болды, Ғазиза туа бер деп қайта олар мені қолдап жатыр. Не істейсің тұрмысқа шығып дейді. Ата-енесінің несіне көңіліне қарап, таңертең сағат 7-8-де тұрып, түнгі сағат 12-ге дейін жұмысын жазап, неше түрлі ата-енелер болады, дұрыс па? Неше түрлі абьюзерлер болады, дұрыс па? Сені барып жұмыс істеткізеді. Қазір еркектер, әйелдерден асқан қу, білесіздер ма? Олар деген қыздардың жұмыс деген қалайды, ақша тапқанын қалайды, үйдің таза болғанын қалайды, тамақтың пісіп тұрғанын қалайды, атасының өзінің, яғни әке-шешесінің көңілінен шығып тұрғанын қалайды. Яғни универсальный қызды, келінді іздейді, еще аузыңды жауып отыру керексің. Оға А-Б деп ашпау керексің, ештеңе сұрамау керексің. Сондайды талап етеді қазір ер кісілер. Танысқан кезде вот менде неге ары қарай көбінесе диалог құрылмайды. Үйің бар ма, жайың бар ма? Өзің автокөлігің бар ма, қайда жұмыс істейсің, әкең жоқ па, онда көкең бар ма, әкең қайда жұмыс істейтін еді, көкең қайда жұмыс. Сондай материал жағдайға қазір қарайды еркектер. Бір қызығы, Ғазиза, мысалға сізде белгілі бір осындай енді санаңызда сондай бір ереже тұрды. Барлық ер адамдар сондай деген іштей бір негатив қалыптасқан сияқты. Сол ойға қарай сіздің өміріңізге сондай адамдар кездеседі. Тартамын, яғни. Егер сенесіз бе, адамның жаны, психикасы деген ол бір өте қызық дүниеді. Кейде компьютермен салыстырсам артық болмас. Бір сондай теріс, қисық ойды қайта программалап, оң ой, оның деген жойып тастап, орнына жаңа ой, жақсы көзқарас, позитив бір ой ұялатсақ, сол ойға сай өміріңізде өзгереді. Жақсы жарымырыз деп тұр ғой. Жақсы адамдар тартады, жақсы жағдайлар пайда бола бастайды өмірде. Кәдімгідей жаңа мүмкіндіктерге есік ашасыз да. Соған қалай қарайсыз? Енді мен айтайын сіздерге, мен өзім позитивті қызбын ше, әңгімені өлтірем. Анекдот, шутка бәрі жатып алғам. Енді мен барып алып еркекпен, так, давай деп ілініп алмайым ғой, сразу танысайық, ойбай, я замуж хочу, не могу, мен алмай жатыр, ал деп тұрып алмайым ғой, өзім құлықтарым бар. Сол енді көрем, барынша тырысам, мен тамақ істеп жатырмын, қамыр жайып жатырмын деп, анау, яғни я все умею делать дегенді білдіріп қоямын да,
алмай жатыр, сөремін өтпей жатыр, білмеймін мен қандай қулық жасау керекпін деген сияқты ғой. Енді мен тұрып алып негативный, менің жағдайыма қарасыншы, менің мынандай жағдайым бар деп өзім былай тартып аламын деп ойламаймын. Бірақ өзі сондай қазір 21 ғасырдың несі ма білмеймін. Кішкене болса да көңіліңіз қалған десеңіз, кішкене емес, жинала берген ғой, бір соны айтып отырмын. Яғни негативті қарым-қатынас болғанда сол қалыптасып қалған. Танысулар, қарым-қатынас емес, көп танысулар сонда негативті. Яғни жігіттер өздерін солай көрсетеді. Жасы болсын, үлкені болсын, кәрісі болсын, ажырасқандары болсын, вдовецтері болсын, барлығы сондай ма қалған ба білмеймін. Сол ақшаға қатты қарайды. Неге тағы да мен тез асығудамын. Өйткені мен гинеколог мамандармен кеңескен болатынмын 25-26 жасымда. Анам туралы сұраған болатынмын. Яғни анамда өте ерте 44-тен 45-ке бара жатқан кезде ертеден климакс пайда болды. Әкеме анам 96 жылдары ажырасқаннан кейін анам қайтадан тұрмысқа шықпаған. Содан кейін ерте климакс басталды ма, өйткені күйеуі жоқ деп сұраған болатын. Жоқ, оған байланысты емес, значит, генетикалық тұрғыдан сондай. Генетикалық тұрғыдан, скорее всего, 90% сенде сондай болады дейді. Яғни мен қазір 32-33-ке баратырмын, менің ары кетсе 12 жылым, 13 жылым ғана бар. Сол менді қаша маған күйеу кездеседі деп жүре алмайды екем. Тем более мен 2-3 бала сүйіп тастағым келеді осы 12-13 жылда, дұрыс па? Сол енді экомен осы жылы бұйыртса балалы болғым келеді, экоға жүгінгім келеді. В Казахстане сегодня больше 40% мужчин, достигших брачного возраста, одиноки. До сих пор не вступили в брак и 28% женщин. За последние годы доля лиц, состоящих в браке, уменьшилась на 10,3%. При этом количество ни разу не женатых мужчин возросло на 7,1%, незамужних женщин на 12,3%. Их доля составляет сейчас 34% и 21,6% соответственно. Хадиза, қараңызшы, мысалға экономикаға ақша жағынан реттеймін деп жатсыз, көтерем, өзіңізге сондай сезіліп тұр да, кәдімгідей рухыңыз, неңіз мықты болып тұр. Ал ол бала ертең өседі, бәрібір әкесін іздейді. Сол кезде ана баламен қалай сіз сөйлесесіз, қалай оған түсіндіресіз, ол қалай дүниеге келді? Соған сіз дайынсыз ба дейді. Қазіргі жағдай ол сіздің жалпы сәбилі болуыңыз. Жарайды, боласыз, сәбилі боласыз, тудыңыз, өсірдіңіз. Әрі қарай, қандай сіз сынақтарға мысалы төзімді боласыз? Мен де соны ойланам. Айтпақшыдай сіздерден сұрасам болады ма екен? Міне мынау экоға мен жүгінетін болсам, мен ол баланың несін руын біле аламын ба екен? Әрине. Вот маған сол маңызды еді, осы сұрақ мен мазалайтын еді. Енді айтам, осылай, как есть, мен алдағым келмейді баламда. Әкем қайда десе, енді кішкене өсе келгенде 3 жасында әкем қайда десе, мен сені эко арқылы тудым деп тұрмайтын шығармын. Енді айтам, осындай отбасылар болады. Сені аист құсы өзі алып келді деп, енді бірақ есейген кезде 13, 14, 15 жасында түсіндіремін, енді эко арқылы осылай болды деп. Енді жас өспірімдер, яғни подростковый периодта түсіндіріп тастаймын ғой барлығын, ол кезде әдемілеп тұрып. Түсінсе түсінді, түсінбесе енді жыласа, енді білмеймін, психолог мамандарына мүмкін не қылам. Сіз неше жаста едіңіз әке-шешеңіз айырылысқанда? Ажырасқанда мен 4,5-5 жасқа бара жатқан едім. Сол 4,5-5 жасыңызде, кішкентай кезіңізде бір сол мәселесі сізді күйзеліске әкелді ма? Жоқ, ешқандай да. Әкеңізді іздеп тұрдыңыз ба? Жоқ, әкеме шешем ажырасқанда мен әкеме араласып тұрдым. Яғни олар айтатын, сен біздің бөлек тұрғанымызға қарама. Яғни сені әкең жоқ деп есептеме. Өте жеткілікті болды, бар жағынан, Аллаға шүкір. Өйткені әкемнің оның алдында да әйелі болған, сол әйелге де күшті көмектесті, сол әйелдің қызы болды, менің мамама да күшті көмектесті, мен мамамдан болдым, біз барлығымыз күшті араласып тұрдық. Назгүл ханым, сіздің қабылдауыңызға жалғыз басты аналар жиі келеді ме? Жоқ, шын айтсам, көбінде көбі сол ерлі зайыптылар. Екеулеп келіп атады, әйел мен ер азаматы да. Өтіп жалғыз басты әйелдер келген емес. Сондықтан келіп атқан күнде мен жақсылап ойлануға кеңес беретін едім. Өйткені толық отбасында сүйеніші, арқа сүйер, қорғанышы бар ер азаматы қасында болған әйелдерге
жеңілдеу болады. Бұл бала туу оңай емес. Бала туасам екен деген бір қол жетпес бір арман қойып аламыз да соған асығамыз. Негізінде кейін ол бала дүниеге келмес бұрын оны экоға өтетін жолыны инъекциялары бар, дәрілері бар, дайындық керек. Ол дайындықтың барысында әртүрлі организмде проблемалар анықталуы мүмкін. Оны шешу керек. Ол көп әйел мына жағынан рас айтады, біз эко оңай бара саламыз да қондыра салып, сосын 2 қабат боламыз деп сөйтіп ойлап келетін әйелдер бар ерлі зайыптылардың ішінде. Бірақ ол мысалға 1 жылға, жарты жылға созылып кетуі мүмкін. Өйткені әртүрлі проблемалар анықталады. Денсаулық жағынан соларды жөндеп дұрыс жолға салып дайындалғанша кәдімгідей уақыт кетеді. Жетік осы ақпарат алып жетік білу керек біріншіден, екіншіден жолдасыңыз болмаса қасыңызда соның орнын басатын мүмкін аға бауырларыңыз бар ма, туған әке шешеңіз, құрбы достарыңыз сізге қолдау беретін. Ол оңай емес, ол 9 ай көтересіз, босанасыз, ол босанғаннан кейін депрессия деген бар, оны ешкім жоққа шығармайды, ол бар дүние. Тіпті семьясы толық әйелдер де соған шалдығып жатады, кәдімгі депрессияға кетеді, психологтарға жүгінеді. Сосын ол баланы өсіру керек, тәрбиелеу керек дегенде. Сол кезде сізге бір сүйеніш керек, қолдау керек. Сол жағын әйелдерге соған мән берсін деп айтар едім. Қайтадан сол мәселеге басқаша қарап, талдау жасап, бірақ айтайын дегеніңіз жауапкершілік алып қабылдаса, сонда шешім жақсы болатын еді. Біздің психолог маманымыздың жалпы айтайын дегені, толыққанды жанұядан өскен бала әрине ол бақытты. Қанша дегенмен. Бірақ, Ғазиза ханым, сіздің құқыңыз бар сәбилі болуға. Біз сізді мысалы құқыңыз жоқ, немесе эко жасамаңыз, сәбилі болуға әлі ерте деп айтпаймыз. Себебі әр қыз келіншектің өзінің уақыты болады сәбилі болуға, есейеді, армандайды. Сол арманыңызға қол жеткізуіңізге шын жүректен тілектеспіз. Бүгін сұхбатыңызға рахмет. Әрине арманыңыз орындалсын. Бүгінгі сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Жалғыз басты қыз келіншектер де эко арқылы сәби сүйе алады. Әр әйел ана болуға лайықты. Келесі аңсаған сәби бағдарламасында кездескенше сау болыңыздар.